алтынға бөленген Тутанхамон кім? Тутанхамон Египеттің ең жас перғауыны. Ол 10 жасында таққа отырып, 19 жасында дүниеден озды. Шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 1332-1323 жылдары ел биледі. Египет тарихындағы әлемдік археологиялық сенсация бұл Луксор, бұрынғы Фива қаласынан бірден бір тоналмаған Тутанхамон мазарының табылуы болды. 1922 жылы 6 қарашада Тутанхамонның алтынға, асыл бұйымдарға толы бейітін тапқан ағылшын ғалымы Говард Картер еді. Бұл әлем тарихындағы ұлы жаңалық болды. Каирде 2025 жылы 4 қарашада 20 жыл бойы салынған ұлы Египет мұражайы ашылды. Оның да ең басты экспонаты Тутанхамонның 1922 жылы Луксордағы кесенесінен табылған алтын бұйымдары, алтын табыты, маскасы, асыл бұйымдары еді. Тутанхамонның басқа перғауындардан тағы бір ерекшелігі екі бірдей күн құдайлары Атон мен Амон құдайларының есімдерін иеленуі. Бірінші, Тутанхатон есімінің мәні. Әкесі Аманхотеп тұсында діни реформа жасалынып, монотеистік дін жарияланды. Ол бойынша бас құдай Атон деп жарияланды. 10 жасар кезінде Тутанхатон шашырап тұрған күн бейнесіндегі Атонның тірі бейнесі деген атпен таққа отырды. Екінші, Тутанхамон есімінің мәні. Өз билігі тұсында діни реформаны жойып, қаршыға басты күн тәрізді тәж киген адам кейпіндегі Амон құдайға табынуды қалпына келтіреді. Тутанхатон атынан бас тартып, өз есімін Тутанхамон деп өзгертті.